Қыздар, баршаларыңызға сәлем. Бүгін йогуртовый кремнің рецептін сіздерге ұсынамын. Ол үшін бізге гликей, сгущенка және йогурт қажет. Йогурт міндетті түрде 8% болу керек. Алдыменен салқын гликейімізді ыдысқа құйып аламыз. Қыздар, бұл мен қазір сіздерге йогуртты кремнің рецептін көрсетемін. Және де осы йогуртты кремменен бисквитті торт жинайтын боламыз. Енді миксерімізді дайындап аламыз да, миксерлейміз. Қыздар, гликейді кішкене жаңағы қоюлана бастағанға дейін миксерлейтін боламыз. Шамаменен мен 2 минутта миксерледім. Енді осының үстіне йогуртымызды қосамыз. Мен фрутис йогуртын қолдандым. Қыздар, жалпы 8% йогурт қолдану керек, сонда қою болады. Проценті, яғни пайызы төмен қолданатын болсаңыздар, онда мынадай қою болып шықпайды. Сол себепті осындай қоюын жақсысын алыңыздар. Мен шие дәмімен алдым, себебі маған жаңағы қызымның 1 жас тойына жасалған торт үшін түсі розовыйлау қажет. Кейін оның үстіне сгущенка қосамыз. Сгущенка 100 граммдай. Сіздер, мен мысалы көз мөлшерімен қостым. Жалпы негізі 100 граммдай сгущенка қажет. Енді барлығын миксерлеп аламыз. Миксерлеп аласыздар, жаңағы қоюлана бастайды массамыз. Жақсылап тұрып араластырасыздар. Тағы да 1-2 минуттай жақсылап тұрып араластырасыздар. Мен дәмін көрдім, мен түрім ғой. Дәмін көрдім, өте тәтті болып шығады. Пломбир мороженое секілді болып шығады, керемет болып. Мен краситель қостым, 1 тамшы краситель, бірақ ол міндетті емес, қоспай қойсаңыздар да болады. Мен түсі жаңағы кішкене қанығырақ болсын деп краситель қостым. Бірақ ол міндетті емес. Міне креміміз дайын болды. Бұл крем жалпы кез келген тортқа жарай береді. Қазір мен сіздерге жақыннан көрсетемін. Крем осындай болып шықты, қыздар, балмұздақ секілді, өте сондай нәзік. Енді сөзім жоқ, иісті айтсаңыз өте керемет. Күшті болып шықты, қыздар, крем. Нәзік крем, өте нәзік крем. Енді мен бисквит жинаймын. Менде мұнда 2 түрлі бисквит, классикалық түрдегі және шоколадный. Жаңағы кольцо алдындағы осылай. Алдыменен, қыздар, шыны керек, мен кондитерлік мешокпенен осылайынан әдемі етіп жинаймын деп ойлаған ғой. Оған менің кішкентай қызым бар. Қатты көп уақытым болмады. Қызым кішкене қарап тұрғасын, сол себепті мен бірден тез жинадым. Классикалық түрдегі бисквит, оның үстіне жаңағы шоколадный бисквитті салдым. Ортамен де шоколадный болды да, үсті жаңағы классикалық бисквит. Қолмен басын қарап, өте биік шығады, қыздар. Менде жалпы кольцоның биіктігі 8 сантиметр. 8 сантиметрге менде нық 8 сантиметрлік үлкен торт шықты. Ертең оны сыртына әсемдесем, одан да биік болып шығады. Мен қазір оны холодильникке жалпы бұны қойып қоям пропиткаға. Өте керемет болып шығады. Осылайынан жаңағы барлығын әсемдеп шығасыздар. Кремнің, қыздар, бөлігін 200 граммдай ма, 300 граммдай ма бөлігін мен алып қалдым. Ертең сыртына әсемдеген кезде осы креммен әсемдейтін болам. Сыртына жағатын болам, шеттеріне әсіресе, себебі менде шеттері кольцода тұрғандықтан шеттеріне крем жағу керек болады. Осындай болып шығады. Мен қазір холодильникке түнге қойып қоям, ал ертең әсемдейтін болам. Қазір жақыннан түсірілген видеоны көрсетемін сіздерге. Міне, қыздар, осындай болып шығады. Жақыннан түсі де қанық, нәзік болып шығады. Мына түйіршіктерге қарамаңыздар, ол жаңағы йогурттың шиелері ғой, оны алып тастауға да болады, бірақ маған осылайынан ұнайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.